жас ұрпақты сәулетті қоғамымыздың жан-жақты жетілген, жарасымды азаматы етіп қалыптастыру Төле би ауданының білім бөлімінің Жеңіс жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің шынайы тілегі. Мектебіміз 395 орынға арналған. А корпусы 2000 жылы, Б корпусы 2016 жылы пайдалануға берілген. Жалпы мектеп бойынша 22 пән кабинеті бар. Қазіргі таңда мектебімізде 674 оқушыға жан-жақты шығармашыл 75 білекті ұстаз дәріс беруде. Олардың ішінде педагог зерттеуші 12, педагог сарапшы 27, педагог модератор 18, сондай-ақ 2 магистр дәрежелі мұғалімдер, 5 мектеп тренер жұмыс атқарады. Бүгінгі ұстаз өз шәкірттеріне ғылыми негізде сабақ беріп, жан-жақты мағлұматтармен қаруландыра отырып, шәкірттерін дүниежүзілік білімнің, ақпараттың, экономиканың озық деңгейіне шығуына, яғни бәсекелестік жағдайда өмір сүруге тәрбиелеуде және оқушылардың білімге деген құштарлығын арттыру мақсатында өз сабақтарында қазіргі білім беру үдерісіне енгізіліп жатқан әдіс-тәсілдер мен технологияларды кеңінен қолдануда. Оқушылар өз білім дәрежелерін, тапқырлықтарын көрсетіп, қосымша біліммен қаруланды. Сонымен қатар мектепті білім алған ордасын, ұстаздарын құрметтеп, еңбекті бағалай білуге, ата-анасының, отанының адал ұл-қызы болуына жетелейтін сынып сағаттары мен тәрбиелік іс-шаралар өткізілді. Оқушыларға құқықтық тәрбие туралы түсінік беріп, адамгершілік пен құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу басты назарда және мектебімізде ішкі істер органдарында оқушыларымыздың арасында құқық бұзушылық фактісінің тіркелмегендігі де ұстаздарымыз бен ата-аналарымыздың тығыз қарым-қатынаста болуының жемісі деп білеміз. Жалпы білім беру мекемесінің жетістігі шәкірттер біліммен бағаланады. Биылғы оқу жылының түлектері 100% ұбт-ға барып, оның 70% өз білімдерін дәлелдеді. Оның ішінде 3 оқушы мектепті алтын белгімен, 2 оқушы мектепті үздік аттестатпен аяқтады. Оқушыларымыздың оқу және математикалық функционалдық сауаттылықтары арта түсіп, білім сапасы 50%-ға көтерілді.